кеше мынандай бір жақсы сөз естідім. Кированың имамы бар ғой кеше. Бердалы, иә? Сол Бердалы бауырымыз айтып жатыр. Ашаршылықтың кезде 32 мен 36-та оңбаған Голошекиннің арнайы Қазақстанды қырды ғой жаңа қазақтарды. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деп. Сол кезде жаңағы бір кісі қоңырат кісі екен өзі, ішіндегі жетімдер. Атпенен кетіп бара жатса, бір жылаған баланың дауысы шығады дейді. Арыз дейді, беріз дейді, таппайды. Бір кезде әйтеуір Аллахқа қалаумен тауып алады жаңағы. Сөйтсе бір әйел адам өліп жатыр екен дейді. Әйел адамның қойнында жаңағы бала іңгәлап жылап жатыр екен. Денесін ұстап көрсе, жылы дейді. Сонымен күн адам кәдімгідей жүріп бара жатқан адамның өзі шыдай алмайтындай аяз болып тұр дейді. Айдалада өзіңіз білесіз, аяз болғаннан кейін, жел қосылғаннан кейін ол 10 градус болатын болса 20 градус артып кетеді ғой. Сөйтіп отырып, ана баланы алады, сөйтеді бір сутка жүріп өзінің еліне келеді ғой. Сөйтіп өз еліне келген кезде әйелі 60 жаста екен. Әйел 60 жаста. Сөйтіп баланы алып келіп әйеліне береді. Әйел тумаған екен. Сонда баланы емшегіне салған кезде жаңағы тумаған әйелден 60 жастағы кемпір ғой енді. Содан сүт шығады Алланың қалауымен. Сөйтсе жаңағы әйел жылап жатыр дейді. Құдай, Құдайдан түйе сұрасаң бие береді деген. Неге Құдайдан перзент сұрамадың? Сөйтсе ол кісі сол өмір бойы, Аллахым мен енді бала таба алмаймын ғой. Мен құрығанда бір баланы емізейші деп Құдай тағалаға сөйтіп жылайды екен де жаңағы кісі. Сондай, Құдай, міне мен құрығанда баланы емізейші деп сенен сұрайтын едім. Енді маған баланы бердің ғой деп баланы емізіп отырып жылап Құдай тағаладан перзент сұраған екен да. Өйткені дұғасының қабыл болғанын көріп тұр ғой. Бірақ 60-тағы кемпір, шалы 70-те. Былайша айтқан кезде Құдайдан үміт үзілген ғой. Бірақ Құдай құдіретті ғой. Сөйтіп, баланы алып келген кезде бала қимылдамай жатыр дейді. Өліп баратыр дейді да. Сонда алып келген кісі, қоңырат ішіне жетімдер баланың шапалағынан тұрды. Оян деп баланы сілкіп жатып, оятып алып, әйеліне берген екен, әйелі иіп, тумаған әйел иіп, сүт шыққан ғой, 60-тағы кемпір ғой былайша айтқан кезде. Бірақ біреулерге сказка болуы мүмкін бе аппарат Сөйтсе оның баланың руы жиенбет екен. Қоңыраттың ішінде жиенбет. Сөйтіп сол жерге барып туған туысқандарын тауып алып, міне баланы сендерге аманат алып келдім, мен айдаладан тауып алдым деп дәлелденгеннен кейін туған туысқандары тұрып, енді баланы сен өлгелі жатқан жерден тауып алдың. Біз дайынасқа тік қасық болмайық, бала өзіңде қалсын дейді ғой. Сөйтіп та бала қалып, содан ұрпақ тарап, қазіргі сол жаңағы Кировадағы мешіттің имамы Бердалы соның немересі екен да, қарап тұрсаңыз. Соның немересі екен. Соны қарап тұрсақ, бұл Құдай тағаланың құдіреті ғой. 60-тағы кемпірге сүт беріп, одан кейін екі баланы, сол кемпірдің айтқан сөзі ғой, апаның. Құдай, мен сенен өмір бойы бала емізейш, құрғанда бала емізейш тумасамда деп сұрап келдім. Сен сол дұғамды қабілеттің, менен сүт бердің. Енді сүт берген Құдай тағала сен маған перзент бересің ғой деп Құдай тағаладан перзент сұраған. Сонда 60 жасынан асқаннан кейін 2 ұл туған ғой. Қарап тұрсаңыз. Бұл сонда кез келген уақытта адамның дұғасының қабыл болатындығын, сосын Құдай тағаланың құдіретті екендігін есімізден шығармауымыз керек та. Бүгінгі осы жерге қазір қозғайын деп отырған тақырыбым жалпы кешеде бауырларға да айтып жатырмын. Әкелерге, балаларға, аналарға қатысты тақырып. Әкелерге, балаларға, аналарға қатысты. Енді сізбенен біз осындай жерде ұстаздар келсе жиналамыз, мешітке барамыз, иманымызды күшейтуге бізге себептер көп еркектерге. Бірақ әйел адамдар үйде отырады байғұс. Жаңағы недегі ағамыз айтады, Берік деген бауырымыз. Ең жаман жау, жеңілмейтін жау ол түндегі жауың дейді ғой жаңа. Күндіз бойы қырылысасың, түнде жыпылықтап көз қасыңда жатады дейді. Көз жыпылықтап қасыңда жатады дейді. Сол сияқты сол үйдегі жеңгейлерімізге, үйдегі келіндерге насихатымыз жеткізуіміз керекпіз да. Олар үшін сізбенен біз идеал болуымыз керек. Ақтөбеге бардым да, сөйтсем о жақтың қазақта сөз бар ғой, батыстың қатындары бала тумайды, батыр туады деген. Сол сияқты барсам, уағыз біткеннен кейін қайтып бара жатып, сөйтсем бір жігіт, ұстаз сізбен суретке түсейші дейді да. Сөйтіп айтып қойды, әйелім сізді жақсы көреді дейді. Мен айтам, астағфиралла, әйел сен өзіңді жақсы көрсің, жоқ, уағызыңды жақсы көреді дейді да. Сол сияқты әйел адам ол
былайша айтқан кезде еркек өзінің әйеліне лидер болу керек қой. Енді ұстаздардың уағызын тыңдаған дұрыс шығар, бірақ жаңағыдай мәселесі дұрыс емес та. Сондықтан ол біреуді жақсы көріп тұрса, онда сені сәл төмен көреді деген сөз. Сансызбай ұстаздың сөзі бар еді. Әйеліңмен әзілдескен кезде де бір саты жоғары тұру керек дейді да. Өйткені әзілден жеңіліп қалсаң да кішкене жаңағы нағып қояды. Өзін сәл жоғарылау санап кетеді деген сияқты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да жаңағы әйелдеріменен әзілдескен кезде пайғамбардың фатона зеректік сипаты бар ғой. Қандай жағдайда да, тек қана пайғамбарымызда емес, қандай жағдайда да пайғамбарлар олар зерек болып отырады. Мысал үшін, өткені бір ролик тыңдадым, сөйтсем сол жерде айтып жатыр. Қазіргі намаз оқи салып, әкесі араққа жұмсаса, бармайтын перзенттер пайда болды дейді. Ал Ибрахим пайғамбар қандай болды дейді. Әкесі пұтпараз болып, әкесі пұт жасап келіп, баласы Ибрахимға пұтты сатып кел десе, Ибрахим қасарысып отырмайтын дейді, сатып келетін барды дейді. Сосын оппа дедім, мына жерден бір қателік кетті, шикілік. Алла тағала Құран кәрімде жаңа тақуалыққа, жақсылыққа жәрдем беріңдер, күнәлі іске, дұшпандыққа жәрдем бермеңдер деген аяты бар ғой. Ал оған пайғамбарлардан артық ешкім амал қыла алмайды. Сөйтіп ол қиссаны тексерсем, арасында бар екен, бірақ мәтіні басқа екен. Ибрахим пайғамбар әкесі пұтпараз болды ғой, енді оны әртүрлі шарықтайды ғалымдарымыз. Тәнзих пәктеу үшін оның көкесі деп істетілінеді. Мысал үшін брат деген сөз ағаға да ініге де істетілінеді ғой орыстағы. Сол сияқты әп сөзі, әке сөзі көкеге де әкеге де істетілінеді дейді да. Маңыздысы ол емес. Маңыздысы жаңағы әкесі деп айтайықшы. Әкесі пұтпараз болған дейді. Сөйтіп балаларына келіп пұтты сатып келдіңдер десе, Ибрахим қасарысып отырмайтын болған, бауырларымен бірге барып сатып келетін еді дейді. Сосын енді мына жерде бір шикілік бар деп қарасам, арасында сондай мәтін бар екен, бірақ басқаша екен. Ибрахим пайғамбар әкесі келіп, жаңағы бала шағасынан келіп, бұтты сатып келдіңдер десе, Ибрахим пайғамбар да пұтты алады екен, бір 5-6 пұтты бауырларымен қосып. Сөйтіп көшеге шығады екен, айтайды екен, қалайық. Мынандай естімейтін, сендер дұға қылсаңдар естімейтін, сендер құлшылық қылсаңдар көрмейтін, құр тасқа кім құлшылық қылады? Осындай пұтты, осындай тасты кім алады? Қандай ақымақ алады десе, енді ешкім алмайды ғанандай екен. Бауырлар сатып келеді екен, Ибрахим әкеледі деген алды, пұтың өт берді деген. Қарасаң өтірік айту жоқ. Сыртқы көрінісінде әкесіне бойұсыну бар, ішкі көрінісінде не? Өзінің таухидын, өзінің ақидасын тарқатып жүр. Қараңыз. Сондықтан Аллах Тағала Құран кәрімде айтады, Раббыңның жолына хикметпен, даналықпен уағызды хикметпен, даналықпен жаса дейді. Қарап тұрсақ, әкең сені араққа жұмсауы мүмкін, темекке жұмсауы мүмкін, бірақ қасарысып отырып алма. Барып кола болса да, пепси болса да әкеп берді әкеңе, қараңыз. Сыртында сенің көрінісің бар, бойұсыну, бірақ ішкі көрінісі сен әкеңе адал зат әкеліп беріп жатсың. Қараңыз. Сондықтан пайғамбарлардың барлығы ол сізбенен бізге ғибрат. Олар үлкен мәселеде де, кіші мәселеде де қателеспейді. Енді ғалымдардың сөзі бар, бізде қазақта мақал деп атаймыз ғой. Мынандай мақал бар. Әл-уаладу солиху янфау абаху ва амалул уалиди янфау уалада. Салиқалы ұрпақ әке шешесіне, ата бабасына пайда береді, ал енді салиқалы әкенің амалы перзенттеріне пайда береді деген осындай сөз бар, арабша мақал. Енді осы бірінші салиқалы ұрпақ әкесіне пайда береді дегеннің мағынасына келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адам баласы дүниеден өткеннен кейін 3 нәрседен басқасының барлығы кесіледі деді, тоқтайды. Қалған жүріп тұратын садақа, тоқтамайтын садақа. Соның біреуі тайға таңба басқандай айтып кетті. Валадун солихун ядау лаху. Салиқалы ұрпақ әке шешесіне, ата бабасына не деді? Дұға етіп тұратын деді. Әке шешесіне, ата бабасына дұға етіп тұратын. Сонда сізбенен біздің салиқалығымыз дұғамызбен өлшенеді екен ғой. Қараңыз. Мен намаз оқып жүріп, әкем марқұм болып кеткен. Мен намаз оқып жүріп, әкеме күнде құрғанда бір рет дұға қыла алмасам, ата бабама дұға қыла алмасам, онда менің салиқтығыма сын екен. Айына бір рет дұға қылатын болсам, мен намазхан болсам да салиқтардың қатарына кірмейді екен. Қараңыз. Салиқтардың қатарына кірмеймін. Сондықтан намаздың соңында бір дұға айтамыз ғой, Раббана атина фид дуния хасан, сәлем берерден алдын. Мен соның орнына
Осы Роббана гфирли вали валидайя валил муъминина яума якумул хисаб. Осы дұғаны қойып қойдым да, сонда күніне қанша уақыт намаз оқисыз, ата бабаңыздың атынан, бүтін мұсылмандардың атынан сонша дұға қыласыз. Раббым мені кешір, және ата-анамды кешір, бүтін мұсылмандарды қиямет күні кешір деген осы дұға бар. Осыны айтып жүретін болсақ, намаздан тысқары сізбенен біз қиямет күні иншалла жеңіске жеткен салихалы ұрпақтардың қатарынан болады екенбіз. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, ең салихалы ұрпақтың үлгісін пайғамбар және пайғамбардың балдары көрсетіп кеткен сізбенен бізге. Мысалға айтатын болсақ, Ибрахим пайғамбар, бағана әңгімеге қатысты ғой, ұқсас қой. Ибрахим пайғамбар 99 жасқа келгенде, 100-ге келген кезде ұрпағы болмады дейді. Бірақ Құдайдан күдерін үзген жоқ. Ең Құдай тағалаға тәуекел етушілер пайғамбарлар. Енді өзі 100 жаста болып дұға қылды. Робби хабли мин ладунка зурриятан тойибатан. Раббым өзіңнің құзырыңнан иманды салихалы ұрпақ берші деп сұрады. Сөйтіп Құдай тағала құдіретті ғой енді. Ибрахим пайғамбар 100-де болатын болса, Исмаилді берген кезде 100-де болатын болса, әйелі кем дегенде 90-да болды деген сөз. Кемі. 20 жас кіші дегенде 80-де болды деген сөз. Бірақ Исхақты берген кезде Құдай тағала сол Исмаилдан кейін Ибрахим пайғамбар 113-те болған екен. 113-те. Енді ақылға салып қарасақ, қаусаған шалдан, қаусаған кемпірден бала біту біздің ақылымызда мүмкін емес, мұстақил нәрсе. Бірақ Құдай құдіретті ғой. Құдай құдіретті. Сол шал мен кемпірге Құдай тағала Исмаилдай баланы береді. Құран кәрімде айтады ғой, сол Исмаил жүруге жараған кезде Аллах тағала Ибрахим пайғамбардың түсіне бірнеше рет уақи етіп, балаңды өзіңнің қолымен менің жолыма құрбан ет дейді. Содан енді жер бетінде ең қатты сынаққа түсетін пайғамбарлар, енді өз балаңды құрбандық етуден артық сынақ жоқ қой жер бетінде. Ибрахим пайғамбардың көңіл күйі түсіп, Құранда айтады, жүруге жараған кезде, енді 2-3 жасар бала ғой, соның қолынан жетекті кетіп бара жатқан кезде Құдайдан иманды баланы сұрап алып еді, иманды бала әкенің шешенің қабағын бағады екен дейді, әкесінің қабағына қарап бара жатыр дейді. Сөйтіп айтты дейді, ей әкетай, неге көңіл күйіңіз жоқ деп. Сонда Ибрахим пайғамбардың өксігі тамағына тығылып, я бүнәйя, ей балақайым, Аллах тағала маған өзінің жолына сені құрбан етуді бұйырды дейді. Сол кезде Алла тағала айтады Құран кәрімде, ана кішкентай баланың сөзіне қараңдар енді дейді. Айтқан сөзі, ей әкетай, Алла тағала құрбандық етуге бұйырса сен не қарап тұрсың? Құрбандық етпейсің ба? Иншалла мені сабырлық қылушылардан табасың деп айтты дейді. Қараңыз, бойында ешқандай үрей, қорқыныш, елеңдеушілік жоқ. Әкесіне сондай дәрежеде бойсынып тұр, өлімнің аузында, ей әкетай, Құдай бұйырса не қарап тұрсың, онда мен құрбандыққа шал деп айтты дейді. Білесіздер, қажылық қылған, омра қылғандарыңыз білесіздер, сол Ибрахим пайғамбардың сол құрбандық шалған жері бар. Сол жерге баласын жетектеп барып тұрған кезде, Алланың әмір берген жеріне тұрған кезде дейді, баласы Исмаил әкесінің қабағына қарап, тағы да елеңдеушілік, қорқыныш, үрей жоқ дейді. Ей әкетай, анау көйлегіңіздің етегі тымызын екен, жеңіңіз тымызын екен, түріп алыңыз, менің қаным шашырап кететін болса, анам көріп, мынау кімнің қаны десе, тағы да Алланың әміріне қарсы келіп қалуыңыз мүмкін. Және қолыңыздағы пышағыңыз өтпейтін секілді, мықтылап қайрап алыңыз, әкелік мейірім деген нәрсе болады. Мен қиналып қалатын болсам, тағы да Алланың әміріне қарсы келіп, жаныңыз ашып, мені бауыздамай қоюыңыз мүмкін. Және өзіңіздің көзіңізді менің көзіме қаратпаңыз, мен басымды төмен қаратыңыз. Әкелік мейірім деген нәрсе болады. Тағы да Алланың әміріне қарсы келіп қалуыңыз мүмкін дейді. Ибрахим пайғамбардың иегі кемсеңдеп, өксігі тамағына тығылып, көзінен жас ағып, жасы сақалын жуып, баласының басын төмен қаратып, етек жеңін тұрып, пышағын қайрап, бисмилля Аллаху акбар деп баласының мойнына пышақты салған кезде өткір пышақ өтпей қалады. Өткір пышақ өтпей қалады, көктен Құдай тағала құрбандықты түсіреді. Міне содан бері құрбан айтта құрбандық шалып келе жатқанымыз сол Ибрахим пайғамбардан келе жатқан сүннет екен. Өзі Ибрахим пайғамбардан жалғасып келе жатқан пайғамбарға сүннет бар, түктерді қыру, нені піштіру деген сияқты, сүндеттеу деген сияқты, сосын мисуак, соның ең үлкен бір жолы құрбандық сол Ибрахим пайғамбардан келе жатқан сізбенен бізге сүннет екен. Қараңыз. Енді бұл Құранда бір қиссаны айтса, Аллах тағалаға ибрат үшін айтады. Ол қисса қиямет күніне дейін сізбен біз үшін ибрат болып қалады. Сондықтан Құранда естіп қойған нәрсең айтылып жатса да, пайғамбардың хадисін естіп қойса да, айтылып жатса да, ғалымдарымыз айтады, бейне бір естімеген адам сияқты айт дейді. Егер де естіп қойған мына нәрсені, бұл хадисті естіп қойған, бұл аятты естіп қойған десең, онда сен Құранды мансұқ қылып жатсың ба дейді. Естіп қойдың болды, мен бұған амал қылмаймын деген сөз шығып жатыр ма сонда сенің аузынан дейді. Сонда бұл Құранда келген бұл қисса, бұл ғибрат сізбенен бізге қиямет күніне дейін өрнек болып қала береді.
Біріншіден дейді, Құдай тағала сізбенен бізге ұрпақтың сапалысын сұрауды үйретіп жатыр дейді. Қараңыз, Ибрахим пайғамбар, Аллахым маған ұл бер, қыз бер деген жоқ. Раббым өзіңнің құзырынан салиқалы ұрпақ бер деп сұрады. Закария алейхиссаламда дұғасы сондай. Робби хабли минас солихин. Раббым өзіңнің құзырынан салиқалы ұрпақ бер деп сұрады. Яхиядай салиқалы ұрпақты берді Алла тағала. Енді қарап тұрсақ, Ибрахим пайғамбарға Исмаилді сұрап алды, сонда ізгі ұрпақ әкесін ешқашан құлшылықтан тоспайды екен ғой, қараңыз. Тіпті әкесінің алдында қандай бойсынып тұр, өлімнің аузында тұрған кезде бойсынып тұр әкесінің алдында. Қараңыз, бірінші біз дүкенге барсақ, магазинге барсақ, киімнің сапасын іздейміз. Қай жақтікі Пекин, қай жақтікі Түркия, Түркиянікін айтқан кезде тоқтап қаламыз. Бірақ бала жарларымызбен қосылатын кезде, екі ракағат намаз оқып, осы дұғаны қылып, шайтанның азғыруынан сақтайтын дұғаны қылып, қосылып жүрміз ба, қосылмай жүрміз ба? Бала деген сенің ақыретің, ертең ақыретте сенің жәннатқа кіруіңе себепші болады. Болмаса басқа жерге баруыңа себепші болады. Қараңыз. Мына дүниеде оңбаған перзенттері бар, әке-шешесін зарғақ сатып жүрген. Мына дүниеде. Кезінде сол Құдай тағаладан сұрауды білмеді да, қараңыз. Ит қосылғандай қосыла салды, болды, содан пайда болды. Сондықтан Құранда біріншіден Аллах тағала бізден не сұрап жатыр? Ұрпақтың имандысын, сапалысын сұрауды үйретіп жатыр. Екінші, сапалы ұрпақ сұрап алсаң, әкеменен шешенің ортасында, әкеменен баланың ортасында, ата-ана менен баланың ортасындағы мәмілені үйретіп жатыр Алла тағала. Қараңыз. Қандай өлімнің аузында тұрса да бойсұнды. Одан кейінгі айтылынатын әңгіме, пайғамбарлар баласына, бұнайя, ей балақайым, пайғамбардың балдары әкелеріне, ей әкетайым деп сөйлеген, әке демеген. Сонда сенің балаңның аты Қайрат болатын болса, бір еркелетіп Қайратжан, Талғат болатын болса Талғатжан. Сондай нәрсе әкеменен, шешеменен баланың ортасына махаббатты пайда қылады деген. Бұл Құраннан сізбенен бізге алынып жатқан ғибраттар. Ал енді үшінші алынатын мәселе, қараңыз, Ибрахим пайғамбар пұтпараз әкесіне Құран кәрімде дейді, я абати лима та'буду шайтан. Ей әкетай, неге шайтанға құлшылық қыласыз деп сөйлеген. Әкетай деген. Шайтанға құлшылық қылып жатқан әкесіне, ей әкетай деген. Қараңыз. Сонда бұл жерде не? Сенің әкеңнің бойынан, шешеңнің бойынан күнәлі істі көретін болсақ, сен ана мәмілеңді жоғалтпауың керек екенсің, насихатыңның өзінде. Даусыңды дөрекі қылып, онда груби қылып шығаруға сен хақың жоқ екен, қараңыз. Ал енді одан кейінгі ғибрат, Ибрахим пайғамбар әкесіне, пұтпараз әкесіне қалай бойсынды, баласын одан артық бойсынатын қылып қойды, қараңыз. Өлімнің аузында тұрып, әкесіне бойсынған түрін қараңыз енді баласын. Сонда біз ата-анамызға қалай бойсынатын болсақ, бала шағамыз бізге солай бойсына деген. Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді, қараңыз. Бұл бірінші мәселе. Одан кейін пайғамбарлардың барлығы мынандай Құранда аятты келтіреді. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Аллаға ешқандай серік қоспастан құлшылық қыл, және ата-анаңа жақсылық қыл дегенде, осы жерде ихсан сөзін келтіріп тұр. Қараңыз. Алла тағала ихсан сөзі. Ихсан деген не? Алла сені көріп тұрғандай құлшылық қылуың, сен Алланы көріп тұрғандай құлшылық қылуың, сен Алланы көрмесең де, Алла сені көріп тұрғандай құлшылық қылуың деді. Қараңыз. Сонда осы жерде Алла тағала ихсан сөзін келтіріп тұр. Енді қараңыз қызықтың көкесін. Біз әкемізге, шешемізге біреулердің көзінше сол ихсан түрінде істейді екенбіз, біреудің көзінше. Бірақ қараңыз, ол үйден шығып кеткен екен, біздің мәмілеміз дереу өзгереді екен ғой, қараңыз. Сонда бұл жердегі Алла тағаланың айтпағы, сен адамдардың көзінше де, адамдардан тысқары кезде де ихсан түрінде мені Құдай көріп тұр деп ата-анаңа жақсылық қыл дейді, қараңыз. Мені Құдай көріп тұр. Көбінесе мәмілеміз өзгеріп кетеді ғой, үйге адамдар жиналғанда анаңа анашым деп сөйлеуі мүмкін, әкешім деп сөйлеуі мүмкін, бір алдына шай құйып беруі мүмкін. Бірақ соны сен адамдар жоқ кезде істейсің ба? Құдай көріп тұр деп істейсің ба? Ал енді сол ихсанның көкесін пайғамбарлар істеген да, қараңыз. Ибрахим пайғамбар өзі пайғамбар болып тұрса да, әкесі пұтпараз болса да, оған даусын көтеріп сөйлемеген. Қараңыз. Енді бұл ізгі ұрпақ, салиқалы ұрпақ, қараңыз, әке шешесіне, ата бабасына пайда береді дұғасымен дегеннің мән мағынасы осы. Ал енді әкелерге қатысты амалға келетін болсақ, айттық қой, «Ва амалул валиди янфау валада». Салиқалы, иманды әкенің жақсы амалдары перзентке пайда береді деген сөзге келейік.
Екінші қисса бар, Құран-ы Кәрімде Кахф сүресінде келеді. Мынау Мұса пайғамбар менен Хызыр алейхиссаламның кездескен оқиғасын білесіздер. Хызыр Құранда Хайдыр сөзімен келеді, оны қазақ Қыдыр ата деп кеткен ғой сол. Қыдыр ата менен Мұса пайғамбардың қиссасы. Енді ол жерден алынатын ғибрат әкелерге қатысты, және білім алушыларға қатысты әңгіме бұл жерде. Бір күні Мұса пайғамбар Құдай тағаламенен тікелей тілдескен бірден бір пайғамбар осы Мұса пайғамбар болған. Бәни Исраил қауымы келіп сұрақ қояды, Құдайдан тікелей сұрайды. Бәни Исраил қауымы келіп сұрақ қояды, Құдайдан тікелей сұрайды, жауап бере береді. Яғни Мұсаның жер бетінде жауап бермейтін сұрағы қалмады дейді. Сонда Бәни Исраил қауымы келіп Мұсаға айтады: "Ей Мұса, жер бетінде сенен артық білімді адам жоқ шығар" дейді. Сонда Мұса "Я" деп қалды дейді. Ал енді Алла тағала не дейді? Әрбір ілімдінің үстінде бір ілімді бар дейді. Мен білімдімін осы төңіректе десем, Құдай тағала менен де білімдіні шығарып қояды. Сондықтан олай мақтану, ол білімнің өлімі дейді, ғалымдар айтады. Білімнің тоқтауы дейді. Мен білімдімін деу. Білімде өзіңнен жоғарыға қара, дүниеде өзіңе төменге қара деген сол. Енді Мұса пайғамбар "Я" деп қалып еді. Мына мәселені айтсақ түсінікті болады. Пайғамбарлар үлкен күнәні, кіші күнәні істемейді. Үлкен мәселеде, кіші мәселеде де қателеспейді. Егер пайғамбарлар өтірік айтады десе, дін өтірік деген сөз шығып қалады. Пайғамбарлардың барлығы шыншыл. Пайғамбарлар аманатқа қиянат қылады десе, дінге қиянат қылды деген сөз шығып қалады. Қараңыз. Бірақ мынандай нәрсе бар да, пайғамбарлар дейді, өте жақсы менен мына үлкен мәселемен кіші мәселеде қателеспейді дейді, бір ғалымдар айтады. Үлкен мәселеде, кіші мәселеде қателеспейді дейді. Екінші ғалымдар айтады, пайғамбарлар үлкен мәселеменен кіші мәселеде қателеспейді дейді. Бірақ кіші мәселеде қателесіп жатса, Аллах тағала оны түзеп қояды дейді. Мысал келтіретін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Умму Мактумды соқыр сахаба келген кезде оны қабылдамай басқа қауымменен отырады. Сонда Аллах тағала Абаса сүресін түсіріп, саған соқыр келген кезде деп пайғамбарды мына қауымнан бұрып, мына қауымға нағып қояды, түзеп қояды. Қатесі түзелген нәрсе ол қателік болып есептелінбейді ғой сонда. Қараңыз. Кіші мәселеде қателесіп жатыр, оны түзеп қойды Құдай тағала, ол қателік болып есептелінбейді. Балаң бір сөзді қате жазып жатса, мына дұрыстап жаз, дұрыс жазғаннан кейін ертең бар диктанттан 5 алып келеді ол. Дәл сол секілді түзегеннен кейін ол қателесуші болып есептелінбейді. Дәл сол сияқты Мұса пайғамбар кіші мәселеде "Я, мен білімдімін" деп қабет, Құдай тағала одан да білімдіні шығарып келді. Сен білімді болатын болсаң, ана Хызырыма бар менің деп жіберді Құдай тағала. Қараңыз. Ал енді ғалымдар былай деп келтіреді. Пайғамбарлар үлкен мәселеде де, кіші мәселеде қателеспейді дейді. Бірақ пайғамбарлар өте жақсы мен жақсы да қателесуі мүмкін дейді. Мынау өте жақсы, мынау жақсы. Үмметіне жақсыны таңдап беруі мүмкін, мынаны таңдамай. Бірақ үмметіне бәрібір жақсы нәрсені беріп жатыр ғой дейді. Қараңыз. Бұл үмметіне қателесу болып есептелінбейді. Пайғамбардың затына қателесу болып есептелінеді дейді. Қараңыз. Өте жақсы тұр, үмметіне жақсыны таңдап берді, мынаны таңдамай. Қарап тұрсаң, өте жақсыны таңдаған жоқ, жақсыны таңдап берді. Бәрі үмметіне жақсы нәрсе алып беріп жатыр ғой дейді. Сол сияқты Умму Мактум өте жақсы еді, мына қауым жақсы еді, мына қауымды пайғамбар таңдап тұр еді, Құдай тағала оны түзетті, өте жақсыменен шұғылдандырып қойды. Қараңыз. Дәл сол секілді Мұса пайғамбарда кіші мәселеде осы жерде "Я, мен білімдімін" деп қабет, Құдай тағала "Ей Мұса, өзіңнен білімдіні көргің келетін болса, менің Хызырыма бар" деді. Хызырға барды, Хызыр айтты оны. Енді ілім алуға барып тұр ғой. Мұса шәкірт. 1000 әулие бір пайғамбардың басқан ізінде татымайды. Егер де ақида мәселесіне келсең, 1000 әулие бір пайғамбардың басқан ізінде татымайды. Бірақ Мұса Алламен тікелей тілдесе тұра, "Мен білімдімін" деп қалып еді, Құдай тағала оның қатесін түзету үшін Хызырға жіберді. "Мен Хызырымнан білім ал, оған ғайыптан білім берілген" деді. Содан Мұса Алла әмір еткеннен кейін қарсы келмейді. Қарапайым адамға, әулие адамға барды, "Мен саған білім алуға келдім" деп. Сонда Хызырдың айтқан: "Ей Мұса, сен маған білім алуға жарамайсың, мен сені шәкірт қылмаймын" деді. "Жоқ, мен сенен білім алам, Алла тағала әмір етті. Әмір ететін болса, мен саған бір шарт берем, сол шартты орындасаң ғана саған білім берем." "Жақсы, қандай шарт?" "Мен жолда сен таңғалатын, сенің ақылыңа сыймайтын өрескел қылықтарды көрсетуі мүмкін, сен не үшін мынаны солай істедің" деп сұрама дейді. "Жақсы, оңай екен ғой. Аузыма құм құйылған адам сияқты жүре берем" деді да, екеуі келе жатты. Судың жағасынан кемеге отырды. Кеме осында судың ортасынан келген кезде қазықпен ұрып песе бастады Хызыр. Енді қазына жерден су бұрқылдап шығып жататын болса, деп айтамыз ғой, жаңа жүгіріңдер, құтқарыңдар деп. Хызыр тұрып айтты, Мұса тұрып айтты дейді: "Ей Хызыр, кеменің әхілдерін суға батырғалы жатсың ба, не істеп жатсың?"
Мен айттым ғой мен саған. Сені таңғалдыратын, сенің ақылыңа сыймайтын тірлікті істеуі мүмкін. Сұрама деп айттым. Ой, болды, жаздым, жаңылдым. Ештеме сұрамаймын. Екеуі келе жатады да кемеден түседі, кемеден түсіп келе жатса алдынан жас бала шығады. Жас баланы қыздырып өлтіріп тастайды. Балиғат жасқа толмаған бала. Тағы да таңғаларлық ғажап оқиға болып тұр. Мұса тұрып айтады: "Ақаталта нафсан заки, ей қызыр, күнәдан пәк болған сәбиді не үшін өлтіресің?" Біздің тілмен айтқанда періштені не үшін өлтіресің деді ғой. Сонда Қызыр тұрып айтты: "Ей Мұса, мен саған айттым ғой, не істесем де сұрама деп айттым. Сен шартты бұзып жатсың ғой. Болды, жаздым, жаңылдым, ойбай тәубе еттім. Енді ештеме сұрамаймын. Сен қандай бір таңғалатын тірлік істесең, ештеме сұрамаймын." Екеуі арып, ашып, шаршап бір ауылдың шетіне келеді. Ауылдан барып тамақ сұраса, тамақ бермей қояды. Сонымен екеуі бір дуалға, стенаға, қабырғаға сүйеніп отыр екен. Қабырға қараса құзданып кеткен, бей сілкініп құлайын деп тұр екен. Соны Қызыр орнынан тұрады, айтады: "Қабырғаны жаңадан тұрғызамыз" дейді. Не болды? Сұрақ қоятынымызда тағы бәлеге қалады. Аузынан құм құйылып, тас тасиды, кесек тасиды, лайменен стенаны тұрғызады. Біткен кезде Мұса орнына сылқ етіп отыра кетеді, айтады: "Ей Қызыр, бітті" дейді. Ауылдың дуалы мынау қабырғасы. Ауылдан барып азық сұрап ек, бермей қойды. Енді айдалада бір дуал жаңадан тұрғыздық, осының ақысын мына ауылдан барып сұрайық, сөйтіп азықтанайық, енді әлденейік дейді. Сонда Қызыр тұрып айтады: "Мұса, болды" дейді. "Екеуміздің айырылысатын жеріміз осы. Енді сен маған арқата ілім алуға жарамайсың" дейді. Сонда Мұса айтады: "Жарайды енді, осы жерден қалайын мен. Бірақ бағана болған оқиғалардың сырын айтып бер маған" дейді. Жақсы. Бірінші анау келіп отырған кемеміз, ол арқ шетте залым патша бар дейді. Бүтін кемелердің барлығын тартып алып жатыр. Біздің отырған кемеміз сол кедей кепшіктердің кемесі еді, міскіндердің кемесі еді. Оны айыптап қойдым, олардың жендеттері келіп көреді да, мынау тесік бізге жарамайды дейді да кетіп қалады. Оны кедейлер өздері қайтып жамап, өзінің қажетіне жаратады дейді. Судың ортасында кеменің кесілу жаман іс, бірақ астында Құдай тағала не жасырып қойыпты? Жақсылық жасырып қойыпты. Сен анау неге кетіп бара тұруы мүмкін? Созаққан машинаңмен. Радиаторың қайнап кетуі мүмкін, машинаң баллон тесіліп қалуы мүмкін. Сен асығып тұрған кезде неге мынандай болды деп ешқашан айтпа. Бәрі Алланың қалауымен болып жатқан нәрсе. Құдай сені талай нәрседен сақтап қойған болуы мүмкін. Өйткені Алла тағаланың жақсы деген нәрсесі жаман болуы мүмкін, жаман деген нәрсесі жақсы болуы мүмкін. Алланың сөзі. Екінші, анау жас бала, ол рас дейді, ол күнәдан пәк, ол балиғат жасқа толмаған дейді. Бірақ дейді, Құдай тағала маған білдірді дейді, Қызыр айтады. Ол ертең үлкейген кезде кәпір болғалы тұр, өзінің кәпірлігімен қоймай, ата-аналары да салиқалы кісілер, оларды күпірге итермелі, оларды да кәпір қылғалы тұр дейді. Оның балиғат жасқа толмай жанын алып қойдым, ол ертең есепші жәннатқа кіреді. Бәлки әке шешесіне шапағатшы болады. Ал әке шешесі салиқалы болып мына дүниеден өтеді деді. Міне, ол мына дүние болғаннан кейін сынақта түсеміз. Қазақ жастың өлімін жақсыға санамаған. Атамдатсаң атамдат, ботамдатпа деген. Кәрі өлсе тұрғанда ол тынғандай, жас өлсе бәйтерегің сынғандай дейді. Қараңыз, жастың өлімі ол қанша дегенмен қабырғаны қайыстырып, жүрегіңді жұлып алып кететін қайғы. Бірақ қазақ перзенті дүниеден өткен кезде не дейді? Өзі берді, Құдайдың өзі алды дейді. Тәслим қылу ғой енді. Сонда қарап тұрсақ, мына дүниеде Алла Тағала сынақ беріп, сенің құшырланып, мойнынан иіскеп сүйіп отырған перзентіңді Құдай Тағала алып кетуі мүмкін. Бірақ ана баланы қараңыз, я? Ол ертең есепсіз жәннатқа кіреді, мәңгілік дүниеде ата-анасымен бірге бақытты болады. Мына дүниеде бақытсыздыққа ұшырауы мүмкін олар, жас баласынан айырылып қалып. Бірақ Құдай Тағала мәңгілік дүниеде тағдырын бақытты қылып қойды ол үшеуінің. Ата-анасын да, баласын да. Сондықтан Құдай Тағаланың бір жаман деген нәрсесі жақсы болуы мүмкін, жақсы деген нәрсесі жаман болуы мүмкін. Ал енді үшінші әңгіме, ана дуал дейді, құлағалы тұрған қабырға, екі жетім баланың астына, қабырғаның астына әкесі байлық жасырып кеткен дейді. Бүгін ертең құлайтын болса, ана ауылдың әхілдері сол байлықты алып қойғалы жатыр. Екі жетімекке қиянат қылғалы жатыр дейді. Мен сол жаңадан тұрғыздым, ертең олар есейгеннен кейін өздері қол жеткізеді дейді. Қараңыз, енді осы жерде осы әкелерге қатысты әңгіме айтады. Уакана абухума салихан. Бірақ сол екі жетім баланың әкесі салиқалы кісі еді, салиқалы амалдарды көп істейтін еді деді. Қараңыз. Сонда әкесінің салиқалылығы себепті Құдай Тағала оның баласының, қараңыз, байлығын сақтап қалу үшін бір пайғамбар менен бір уәли, бір әулиені жіберіп қойды. Екі жетім бала еді, ешкімі жоқ, туған туысы да жоқ, әке шешесі де жоқ. Бірақ Құдай Тағала өзінің кепілдігіне алды, қараңыз. Сондықтан айтпағым не нәрсе, әкелерге қатысты әңгіме, әке бұл дүниеде салиқалы амалды көп істесе, әке өзінің тақуалығына жұмыс істесе,
дүниеден өтіп бара жатқан кезде бала шағасын Алланың құзырына табыстаған болып есептелінеді екен ғой, қараңыз. Сен дүниеден өтіп бара жатып, ініңе айтуың мүмкін, ағаң айтуың мүмкін, мына бала шағама қарайлар жүр деп. Бірақ сенің ағаң да інің де дүниеден өтеді ғой. Олар да рызық беруден, бала шағаңа рызық беруден бір күні тосылып қалуы мүмкін ғой. Бірақ мәңгілік раззақ иесі, мәңгілік тірі Құдайға ұрпағыңның, жеті ұрпағыңның тағдырын тапсыру, ол тек қана өзіңнің тақуалығыңмен жұмыс істеу екен, қараңыз. Тек қана өзіңнің тақуалығымен жұмыс істесең, онда сен 11-ді бітірген қызыңа, ұлыңа анау қаладан үй алып беріп керек жоқ. Қараңыз. Ол Құдай тағала өз кепіл адамдар жеткізіп қояды. Және рызықтан да тарылтпайды екен. Әкенің, қараңыз, тақуалығы. Сонда айтпаған не нәрсе? Баланың, перзенттің тағдырының жақсы болуына әкелер тікелей қатысты екен. Егер балаңның тағдырынан, қызыңның тағдырынан бір нәрсе мүлт кетіп жатса, біл, әкелер өзінің тақуалығына жұмыс істемегендігі ол кезінде, қараңыз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы оқиғаны сахабаларына айтып беріп отырып айтты дейді, әттең Мұса сәл ғана шыдағанда бізге Алла тағаланың тарапынан Хызырдан бірнеше ілім қалатын еді деп айтты дейді, қараңыз. Бірақ ғалымдарымыз айтады, осы үш оқиға қиямет күні мұсылмандарға жеткілікті. Өйткені сізбенен бізге дозаны беруді біледі Құдай тағала. Түсінесіз ба? Дозаны беруді. Сондықтан бұл жердегі екінші бір алынатын ғибрат тәлім алу жолына шыққан адамға қатысты. Біріншіден тәлім алып жүрген кезде сен білімдімін деп қама. Сен ана Құраннан бір параны жаттап алдың ба, ана мұғалім сәні ежелеп оқып жатқан адамға жекіме, оны төмен санап қарама. Құдай тағала сенен де 30 параны жаттаған біреуді шығарып қояды сені маңайыңнан, қараңыз. Сен білім алып, Мысырда оқып келіп, Египетте оқып келіп, Иорданияда оқып келіп, мен білімдімін деме. Құдай тағала сенен де білімдіні шығарып қояды. Темір Тайсынның өзі жеңілді ғой. Сол сияқты Құдай тағала ол бір мықтыдан бір мықтыны шығарып қояды, қараңыз.